Инерция дегенimiz не? Инерция дегенimiz ол ұмытып қалыппын. Инерция дегенimiz, я только формулу знаю. Формуласы қандай? Ең көбейтілген радиус в квадрат. Инерция дегеніміз егер басқа сыртқы күштердің әсерінен, сыртқы күш әсер еткен кезде дененің өзінің тұрақты қозғалысын или тыныштықтағы күйін сақтап қалу процесі. Дененің жылдамдығын 2 есе артсақ, кинетикалық энергиясы қанша есеге өзгереді? 4 есе өзгеру керек. Кинетикалық энергия 2 есе артады. Если дененің жылдамдығы 2 есе артса, оның кинетикалық энергиясы қанша есе артады? 4 есе. 4 есе артады. Энергияның сақталу заңы қандай? Блин, тілім ішімде тұр. Значит, білмеймін деген сөз. МВ плюс МВ тен В штрих М плюс М. Энергия жоқ жолден пайда болмайды және өзімен өзі жұмсалмайды. Бір кірпіштің салмағы 1 килограмм и жарты кірпіш. Сонда қанша, бір кірпіштің сонда общий салмағы қанша? Бір кірпіш пен жарты кірпіштің салмағы 1 килограмм. Или қалай? Жоқ, бір кірпіштің салмағы 1 килограмм, килограмм иә. плюс жарты кірпіштің салмағы. Я знаю, что это неправильно, но давайте допустим 1,5 килограмма. Неправильно, да? Я так и знал. 2 килограмма? Да, Да, угадал? да, правильно. Бірінші сұрақ, қазақ ханының ең бірінші ханы. Ой, білмеймін. Керей мен Жәнібек. Керей. Қазақ хандығы қай жыл құрылды? Қай жыл құрылды, Әлжер? Әлжер, сен киім киетін едің ғой, қай жыл құрылды? 1465. 1465. 465. 1465 жыл. Қазақстанда қандай 300 болды? И олардың бір-бірінен айырмашылығы. 300. Ұлы, орта, кіші. Солардың бір-бірінен айырмашылығы. Оны білмеймін. Территория. Все, правильно. Ұлы жүзде вроде ақындар сондайлар болған, кіші жүзде кілең батырлар, орта жүзде кілең андай мыслительдер сондайлар. 300 болды олар аймақшылық территориясында, яғни Жетісуда ұлы жүз өмір сүрсе, дулат тайпалары негізінен құралған. Шығыс Қазақстанда бізде орта жүз, ал батыста кіші жүз өмір сүрген болатын. Стель үстінде 12 тиын бар. Егер сен 5 тиынды аударсаң, қанша тиынның бет жағы жоғарыға қараған болады? Үстелдің ішінде 12 тиын, соның 5-еуін жоғарыға қаратсам. 5-еуін аударасың, сонда қанша тиынның бет жағы бүйтіп жоғары қарайды? 12? Цифра и красиво. Да? 12? Ол разный болуы мүмкін, иә? Yeah. Формула бар еді ғой бір. Давайте тупо ответим. 100. Ответа нет. Ответа нет? Ответа нет. Вы же знаете изначально, как они лежали. Сказать не можете. Да, кстати, да. 3 адам шахмат ойнады. Әрқайсысы 2 партия ойнаса, барлығы общий қанша партия ойналды? 3 адам шахмат ойнады. Yeah. Каждый 2 партиядан ойнады. Общий сонда қанша партия в общем было сыграно? Мынау екеуімен ойнайды, мынау екеуімен ойнайды. Жоқ. Түсіндім енді. 12. Жоқ. 3 человека сыграли в шахматы и 2 партии. Может. Каждый сыграл Каждый по по- 2 партии. 6, может быть. Нет. Нет. 6, нет? Там 3 человека, и каждый по 2 партии сыграл. Аз ба көп па? 6-дан аз ба көп па? 6-дан аз? 2. 5. 4. 3. 1. Егер 6 мысық 6 тышқанды 6 минутта ұстаса, 1 мысық 1 тышқанды қанша минутта ұстайды? 1 минуту. Нет? Там типа... 6 минут, что ли? Да, все верно. И соңғы сұрақ. Үстелдің үстінде 6 карандаш бар. Олардың 2-еуі көк, 2-еуі қызыл және 2-еуі сары. Солардың арасынан 2 бірдей түсті карандаш алғыңыз келсе, кем дегенде қанша карандаш алу керек? Қанша деңіз общий? Общий 4. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қай жылы қабылданды? 92 жыл. 93. 90-шы.